24 маусым Шотландияның тәуелсіздік күні. 1992 жылы Түркістан қаласында Қазақстан мен Өзбекстан республикалары арасындағы достық, ынтымақтастық және өзара келісім туралы шартқа қол қойылды. 2009 жылы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін әрі қарай жақсарту туралы жарлыққа қол қойды. 2009 жылы Қазақмыс тобы Балқаш металлургия өндірісінің бағалы металдар цехында құйма күмістері бойынша жаңа желіні іске қосты. Есімдерге келер болсақ, 1899 жылы геология-минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ғылым академиясының корреспондент мүшесі, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Петр Лавров дүниеге келді. Жамбыл облысының Мерке ауданында туған, Ленинград Тау-кен институтын бітірген. 1959-1968 жылдары Қазақстан ғылым академиясы Сәтбаев атындағы геология ғылымдары институтының сектор меңгерушісі қызметін атқарған. 1924 жылы ақын, жазушы, Ұлы Отан соғысының ардагері Леонид Скалковский дүниеге келді. Ресейдің Алтай өлкесінде туған, Қазақ мемлекеттік университеті филология факультетінің журналистика бөлімін бітірген. Казахстанская правда газетінің әдеби қызметкері, Қазақстан баспасы бас редакторының орынбасары, Қазақстан жазушылар одағы көркем әдебиеті насихаттау бюросы директорының орынбасары қызметін атқарған. 1938 жылы заң ғылымының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы гуманитарлық ғылымдар академиясының академигі Қалимолла Халықов дүниеге келді. 1996-2001 жылдары Қазақ мемлекеттік заң университетінің оқу ісі жөніндегі проректоры, 2001 жылы Қазақстан Республикасы жоғарғы аттестациялық комитетінде қызмет істеген. 1940 жылы ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі Сейіт Қасқабасов дүниеге келді. Шығыс Қазақстан облысында туған, Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетін бітірген. Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясы, әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясы, әдебиет және өнер институтының директоры қызметін атқарған. 1940 жылы жазушы, драматург Ораз Исмаилов дүниеге келді. Алматы облысында туған, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін бітірген. Талдықорған телерадио басқармасында аудандық жетісу шұғыласы газетінде редактордың орынбасары қызметін атқарған.